Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен 283 орта мектептің биология пәні мұғалімі Нұрманова Ермек Ораққызы. Сіздерге мен бүгін генетика қолданбалы курсы туралы мәлімет бергім келіп тұр. Жалпы биология ғылымының бір саласы ол генетика, ол тұқым қуалаушылық пен өзгергіштікті зерттейтін ғылым. Генетиканы оқып білу бұл әрбір өсіп келе жатқан бала үшін қажетті және өміріне қажетті ғылымның саласы деп ойлаймын. Себебі біздің ата-бабаларымыз қазақ ұлты ерте кезден бастап, мысалы қара жылқыдан неге ала құлын туды, немесе басқа да түрлі өзін қызықтырып келген сауалдары болған, бірақ сол сауалдары осы жауабын барлығын генетика саласы, яғни биологияның бір саласы генетика ғылымы беріп келеді. Сонымен бұл курсымның мақсаты жалпы не үшін арналғандығын айтып кетейін. Генетика қолданбалы курсы 11 сыныпта оқытылады. Бұл курс пәнді терең оқытуға арнайы және бағдарлы сыныптарда ұйымдастыруға негізделген. Бағдарлы оқыту оқушыларды белгілі бір білім саласына тұрақты қызығушылығын қалыптастыру үшін ең алдымен қоғамдық әлеуметтік сұранысқа, одан кейін биология ғылымының методикалық ұстанымдары мен жүйесіне, оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты таным мүмкіндігіне сай жүзеге асырылады. Тақырыптар бойынша сағаттарға бөлініп, шығармашылық жұмыстар жүргізіледі. Жалпы негізінен генетиканың медицина мен халықты педагогика арасындағы тығыз байланысын аша отырып, жас ұрпақты салауаттылыққа баулиды. Тірі ағзалар мен соларға тән тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің болу себебін түсіндіреді, және соған байланысты есептер шығару арқылы тірі ағза бойындағы түрлі ақау, кемтарлықтың себебін анықтауға үйрете отырып, оқушыларды медицина ғылымына бағыттайды. Оқушы білуге тиіс негізі генетика ғылымының негізін салушы Мендельдің заңдарын. Жалпы Мендельдің заңдары өте өмірде де қажетті заңдардың бірі деп есептеледі. Оның ішінде мынаны айтқым келіп тұр. Адам генетикасын зерттеу әдістерінің соның ішінде генеалогиялық әдіс бар, яғни шежіре әдісі. Адамның бұрынғы ата-бабаларында қандай аурулардың болғанын, қандай түрлі қасиеттердің болғанын анықтайтын бір әдістердің бірі деп айтса да болады. Мысалы, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев, өзінің әкесі Құнанбай, арғы атасы Өскенбай, одан кейін арғы атасы Ырғызбай, осылар кісілердің барлығы да тобықты руынан шыққан би, шонжар, сөзге шешен, ақын адамдар болған екен. Олардан тараған мысалы Абай Құнанбаевты, немесе оның немере ағасы Шәкәрім Құдайбердиев те барлығы да осы негізінен ақын сөзге тоқтау қойып отырған кісілер болған өз заманында. Яғни шежіре әдісі арқылы осыны зерттеуге болады екен. Одан кейін тұқым қуалау аурулар және олардың болу себептерін, түрлерін білуі тиіс. Одан кейін есептер шығару арқылы адам генетикасы зерттеу әдістері, шежіре жасау әдістері, осы арқылы есептер шығара отырып нәтижеге қол жеткізу. Оқушы меңгеруге тиіс Мендель заңдарына сәйкес есептер шығара алуы, оқушылардың генетикалық білімдерін жетілдіру, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын оқуды өмірмен байланыстыра отырып, саналы қабылдауды білу, меңгеруі тиіс. Және пәнаралық кіріктіруге келетін болсақ, бұл генетика қолданбалы курсы химиямен, географиямен, медицинамен, қазақ әдебиеті және математика пәндерімен байланыстыра түрде оқытса, өзінің нәтижелі бір белгілі бір бөлігіне жетеді деп есептелінеді. Ал енді кәсіпке бағдарлау бойынша, мысалы 11 сынып оқушылары болашақ мұғалім, дәрігер, зерттеуші, эколог мамандықтарын таңдайтын оқушылардың арасында, яғни білімін дамытуға пайдасын тигізетін қолданбалы курстардың бірі болады деп есептеймін.
Енді бұл курс бірнеше тараулардан бөлінеді. Бірінші мына жерде сіздерге генетика ғылымының дамуы тарауында, яғни бұл жерде генетика ғылымы және ғылымның негізін қалаушы туралы түсініктер берілсе, екінші Мендель заңдары тарауында Менделдің бірінші екінші заңдары, яғни моногибридті және дегибридті будандастыру, олардың нәтижелерін білу туралы. Одан кейін үшінші бөлікте тарауында, яғни Морган заңдары, яғни америкалық биолог Томас Морган өзінің шәкірттерімен жұмыс жасады ғой, яғни жыныспен тіркес тұқым қуалау туралы түсініктерді бере алады. Одан кейін келесі тарау гендердің өзара әрекеттесуінде, бұл жерде аллельді және аллельді емес гендердің және көп аллельділік туралы түсініктерін қалыптастыру. Оның ішінде мысалға адам баласының қан топтары бар ғой, 1-ден 4-ке дейінгі қан тобы, яғни көп аллельдікке мысал бола алатын оқушы түсініп кете алады. Одан кейін келесі генетиканың салалары деген тарауда генетика ғылымының негізгі салалары туралы мәліметтер берілсе, ал кәсіпке бейімдеу деген 6-шы тарауында болашақта осы мектеп бітіруші түлектердің дамыған, яғни медицинаға байланысты медик мамандығын алып шыға алатындай, және ол сол мамандығына сәйкес әр аурудың нақты диагнозын ғана емес, болашақ ұрпақтың денсаулық жағдайын алдын ала анықтайтын болатындығын ұғындыра алып түсіндіру. Яғни осы кәсіпке бейімдеу тарауында осы туралы және түрлі мамандықтар туралы мәліметтер беріледі. Одан кейін мына жерде сіздерге мынандай нәрсе көрсеткім келіп тұр. Бұл бірнеше бөліктерден тұрады курстың берілу мақсатында. Сонда теориялық сарамандық және бақылау. Теориялық бөлімде, яғни әр бөлімнің өзінде бір теория берілсе, немесе 3 теория берілсе, ал соған сәйкес сарамандық бөлімінде соған сәйкес сарамандық жұмыстар жүргізіледі. Күнделікті қажетті есептеулер, немесе тағы басқада. Одан кейін бар бақылау бөлімінде бақылау жүргізіледі. Осындай, яғни осы жерде мысалы 6 тарау берілді ме, 6 тараудың әрқайсының теориялық, сарамандық, бақылау бөлімдері бөлек-бөлек жазылады. Жалпы негізін айтқан кезде генетика ғылымы бұл биологияның белгілі бір саласы, тұқым қуалайтын ақпараттарды сақтап, келесі ұрпақтарға беретін, қандай белгілер арқылы берілетіндігін нақты көрсететін ғылымдардың бірі. Қазіргі уақытта мен тағы бір түсінік бергім келіп тұр. Болашақ мамандарға, болашақ жас мамандарға негізінен әрбір адам өзінің мамандығын сүйе отырып, мысалға медицинаға қатысты немесе мұғалім, немесе тағы басқа эколог, басқа мамандықтарға сәйкес өзінің білімін жетілдірсе, және соған сәйкес осы менің қолданбалы курсым генетика деп аталатын осы курстар аясында жұмыстар жүргізсе, жақсы нәтижеге қол жеткізеді деп сенім білдіремін. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Сұрақтарыңыз болмаса, ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар. Жалпы генетика қолданбалы курсы 11 сыныптарға арналған жақсы нәтиже көрсететін курстардың бірі деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет.